Алкөл Манас атабыз қалайық халыққа жаным құрман деп өмірін арнаған. Мен да Қырғызстан үшін бүткіл өмірімді арнайын. Еліме, жеріме, ақырғы демім қалғыча, ақ тілден қызмат қылам. Ақ тілден қызмат қылам. Бұл еліміздің тамыры елетті. Қырғыздың тамыры бұл айылда. Айыл өнікші біздің мемлекет өнігі. Бес жылда ол өргенбіз. Қырғызстандың бардық айылдарын таза сумен қамшылауымыз деп. Шуны біз бардық бірlikte атқарышымыз керек. Ирригация бойынша программа қабыл алғанбыз. Мына бұл іштей баштады. Бұл ирригация бойынша программа біз қабыл алғанда амбициялы мақсаттарды қойғанбыз. 3 этапқа бөлгенбіз, 3 этапқа. Мына бірінші этап башталып жатады. Екінші этабы 24 жылға шегеленеді, үшінші этабы 26 жыл бітеді. Түндік системасы арқылы керексіз процедураларды жана справкалар жоққа шығаруны талап қыламын. Анын натыйжасында қосымша маалыматтар жана документтерди талап кылуу токтойт. Эскертип кетейин, мамлекеттик органдардын түндүк системасына кошулуусу жана өз ара маалымат алмасуу менин жеке көзөмөлүмдө болот. Манас бабабыз калтырып кеткен улуу биримдик осуяты бүгүн да актуалдуу. Бир билек болуп түрүлүп, бир муштум болуп түйүлүп, биримдикте болууга чакырам.